Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге мариновка жасап көрсетейін деп тұрмын. Шашликті тауық етінен жасайтын боламыз. Тауық етін мынандай қылып алдын ала дайындап қойдым. Яғни окорочканы мынандай қылып дайындап қойдым, жуып алдым. Сүйегінен етін сылып алдым. Яғни түсініп отырғандарыңыздай шашликті сүйексіз жасайтын боламыз. Сосын дәл қазіргі көрсетейін деп тұрған мариновкамды мен бірінші рет жасайын деп тұрмын. Бұйырса осы видеоның соңғы жағында мариновка қалай болып шыққанын айтатын болам. Егер де қызық болатын болса, осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуларыңызды сұраймын. Сосын достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен достар, мариновкамызды бастаймыз. Мариновкамызды мынандай бөлек ыдысқа жасап аламыз. Ең бірінші 2 үлкен қасық зәйтүн майын қосамыз. Мынандай қылып 1 қасық, 2 қасық. Содан кейін соя соусын қосамыз. Бұдан да 2 үлкен қасық қосамыз. Біреу. Екеу. Содан кейін майонез саламыз. Майонездің уже Calvé деген майонез қосайын деп жатырмын. Сіздер басқа майонез қоссаңыздар болады. Мынандай майонез ыңғайсыз екен. Бұдан да 2 қасық емес, 1,5 қасық қосамыз. 1,5 қасық жарайды. Біреу. Жарайды. Жақсы. Мына жерде азғантай түсіп қалды. Ренжімейміз, оған бүйтіп салып жібереміз. Сосын қара бұрыш саламыз. Қара бұрыштан да 1 қасық салуларыңызға болады. Жарты қасық салуларыңызға болады. Сосын мынандай приправа қосуларыңызға болады. Шашликке арналған немесе тауыққа арналған приправа қоса берулеріңізге болады. Одан да 1 қасық қосамыз. 1 үлкен қасық. Сосын азғантай тұз саламыз. Яғни етімізді азғантай тұздайтын боламыз тек қана. Мынау жарайтын шығар. Содан кейін достар, 1 жуа саламыз. Где-то мынандайлау жуа саламыз. Жуамызды мынандай қылып, кольца қылып турап аламыз. Енді мариновкамызды араластырамыз дұрыстап тұрып. Достар, сосын мен бұл мариновканы где-то 2 килограмм немесе 3 килограмм етке жасап жатырмын.
Мариновкамыз дайын. Енді бұл мариновканы етімізге қосамыз. Сосын айтпақшы достар, тұз салуды ұмытпаймыз. Мен тұз салған жоқпын етке әлі. Аз-маз тұздап жібереміз тек қана. Енді жақсылап тұрып, мариновкамызды араластырамыз. Достар, мариновкамыз дайын. Енді бұл еттің бетін пищевой пленкамен жауып, где-то 12 сағатқа холодильникке қоямыз. Содан кейін шашлигімізді уже пісіре беруімізге болады. Достар, бүгін шашлик пісіруге шығып отырмын. Мындай қылып от жағып қойып отырмын. Мангал мынандай міне. Растворсыз ешқандай кірпіштен жасап қойып отырмын мынандай қылып. Қазір бұйырса от жанып болғаннан кейін шашликті пісіріп бастайтын боламыз. Сонымен достар, шоғымыз дайын. Шоқты мынандай қылып қойдым. Мангалды сәл ұзартты мынандай қылып. Артық шоқты міне қарата ысырып қойдым. Қазір бұйырса сеткамызды заряжать етіп бастаймыз. Достар, міне мынандай болды, азғантай болды. Заряжать еттім мынауымды. Оу, не болды? Енді шашлигімізді пісіріп бастаймыз. Шашлик пісіру процесі міне осындай, достар. Видеоны уже шашлигіміздің иісі шығып бастады уже. Что там? Айналдырайық. Опа. Нормально. Болтты. Мына жағы. Достар, міне уже шашлигіміз сарғайып жатыр мынандай болып. Өте керемет иіс шығып жатыр. Достар, шашлигіміз почти дайын. Где-то 5-10 минуттан кейін уже түсіріп алатын шығармын қазір. Мынандай болып қызарып пісіп жатыр міне. Сосын достар, мына жерде күйген нәрселерге мән бермей қойыңыздар. Мынау жуа. Егерде естеріңізде болса, маринадқа жуа турадым мен. Яғни жуа салдым. Достар, шашлигіміз дайын. Дайын болғанын, шашликтің дайын болғанын білу үшін қолымызға шанышқы алып аламыз.
Сосын шанышқымен қараймыз. Барлығы нормально міне. Әдемі кіріп кетіп тұр. Значит, шашлигimiz дайын деген сөз. Яғни шашлигimizni ала берсек болады деген сөз уже. Дәмін татып қараймыз қазір үйге барып. Достар, міне шашлик мынандай болған, короче. Кішкене күңгірт болғаннан кейін күйіп кеткен сияқты болып көрініп тұр жалпы. Камерамен қарайтын болсақ та. Бұлай қып-қызыл болып піскен. Өте керемет болып піскен, ешқандай. Ортасын ашып қарадым, міне. Қаны жоқ. Барлығы нормально. Өте керемет. Жаңа мамам жеп көрді. Дәмі өте керемет дейді. Тіл үйрет дейді. Сонымен достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.